Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ашытқысыз жасалатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін, және де оны жіті шелпек етіп жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, оған айранын құямыз. Үстінен тұзымызды салып, қамыр илеуді бастаймыз. Кішкене ұнымыз бен айранды біріктіріп алғаннан соң, үстінен ыстық су құятын боламыз. Енді жақсылап біркелкі етіп қамырымызды илеп аламыз. Ешқандай қамырды ашытып отыруға артық уақытыңызды жұмсамайсыз, және де дрожжи, яғни аштық қоспағандықтан сіздің ағзаңызға ешқандай зияны болмайды. Бұл бауырсақтың қамырымыз иленді. Енді иі қану үшін 10-15 минут қана тындырамыз. Содан соң жұмыс жасай береміз. Енді қамырымызды теңге 7 бөлікке бөліп аламыз. Егер сіздерде кухонный весе болса, весейдің көмегімен немесе көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар, бауырсақтарыңыздың көлемі бірдей болып шығатын болады. Бауырсақтарымыздың пішіні дөп-дөңгелек болу үшін осылай суалғаларымызды айналдырып жасап аламыз. Барлығы бірдей осылай басып, шетінен алып, жайып бастай береміз. Өзімізге керекті пішінде жайған кезімізде кішкене ұн сеуіп, ұнның көмегімен жайып алатын боламыз. Қуырған кезімізде ортасы көтеріліп кетпеу үшін осылай пышақпен кішкене кесіп қоямыз. Біздің бауырсақтарымыз жаздырылып дайын тұр. Енді майымызды қыздырып қуырып алатын боламыз. Майымыз осы арада қызды. Екі жағын айналдыра отырып қызартып қуырып алатын боламыз. Біздің бауырсағымыз екі жағы қызарып пісіп шықты. Енді осылай майдан сырғып аламыз. Сап-сары өте дәмді бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.